армысыздар, мен жаңағы жұмысқа сол настроением күшті. Всем привет! Мен Хайлайнердегі жұмысымдамын. Бізде соңғы предпоследний аптамыз осы апта, бүгін 4-ші күн. 3 күннен кейін осы апта бітеді, одан кейін бір аптамыз бар. Ал содан кейін бізде тревел басталады, жұмыспен қоштасамыз. Наконец-то деп айтайын десем, как-то қимаймын. Блин, как-то жылағым келеді жүр, кететініміз білгенде. Өйткені уақыт тез өтіп кетті. 3 айымыз менің ойымша 2 апта, 3 апта сияқты. 1 ай, 1 апта сияқты. Солай өтті, шынымен де. Уақыт өте тез өтті, өйткені әрбір минутымыз, сағатымыз санаулы болды. Біз ұйықтауға уақыт таппайтын моменттер болды. Полный жұмыстамыз. Сол? Алдын видеоларда барлығын айттым деп ойлаймын. Қалай жұмыс жасаймын, не болып жұмыс жасаймын. Жалпы сол. Тағы қайталап өтейін, мен пицца жасаймын осы жақта, Хайлайнерде. Основном бұл жақта поварлар, болгарлар және американецтер. Тамақтары, европейский тамақтар. Паста, пицца, обычный. Трей, камераға қара. Қазақша түсінеді, қазақша. Көріңдер ма, үйретіп қойғам өзім. Whatever she said. Хай! Всем привет тағы да. Біз жұмыстың аяғына келіп қалдық. Бүгін заказ өте аз болды. И ол маған ұнайды заказ болған. Себебі негізі бір жағынан заказ көп болған жақсы. Себебі уақыт тез өтіп кетеді, ал заказ көп болса, аз болса, уақыт өтпей қояды. Бірақ бүгін тез өтті почему-то. И ол маған ұнады. Сол жұмыс бәрі почти что бітеді. Қазір бізде, мен мысалы осы жақта көк болсам, міне мынау менің стейшным. Бірінші бұл пицца стейшн, одан кейін осы жерде салат стейшн, ал мынау жерде мен десерт жасаймын. Сол. Вот сол. Енді қазір мен мына жақта позициям көп болса, қазір осы жұмыс біткеннен кейін сағат 10-нан бастап мен бұл жерде kitchen cleaningде жұмыс жасаймын. Қазір kitchen cleaningдағы барлық сотрудниктерді түсіремін, таныстырамын. Мен до этого видео түсіргем, бірақ ол дұрыс шықпады деп ойлаймын. Асығыс болды, еще шаршап кеттім. Ал қазір күшті, не бәрі. Вот, Аржан. Всем привет. Қалайсыздар? Біз бүгін жұмыстамыз. Мен бүгінгі look of the day Танчодан. Давайте обзор жасаймыз. Бірінші жақында қара. Бірінші кірпік жабыстырдық. Макияжын өзі жасап алды. Потом фоток сатып алғанбыз Аляска шоптан. И красный немен прическа жасадық. $295 десе. Я, $295. Шаш айнал, арды бәрі күшті болып тұр. Прям андай болып тұр. Итальянский дедім машина. Итальянский, африканский. Негізі более итальянский, потому что африканскийда әртүрлі түстердің қосындысы бар орамалдаға деді. Ал мынада итальянский. Еще, да, не было. Еще ты пицца сделаешь, еще пицца, типа итальян. Еще не. Иди, тамақ пісіретіндер болады. Видите, қыздар істеп алады. Видите, сондай болып тұр, наверное. Милашка болып тұрсың. Что? Кассандра ханым. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Менің есімім Досымжан. Хайлайнерде Танчомен бірге жұмыс істеп жатырмын. Қазақстаннан, Құдай қаласа, 6 күніміз қалды, сонымен қайтамыз. Қандай жұмыс жасайсыз? Мен бар, администратор. Бардық мен администраторым. Администратор. Жұмбақ болып қала берсін. Кейін президент болғанда айтады. Президент болам дейді. Баланың мақсаты президент болу. Баршаға сәлем, мен атым Олжас. Мен осында дишвашер болып жасаймын. Қазір соңғы 1 айда. Ал оған дейін 2 ай препкук болып істегем, яғни тағамдарға даярлық жасағам. Мен айтқым келгені, жалпы осыған дейін видео түсіргем. Танчоның осы видео камерасына. Қосқым келетіні, жалпы мен басында Танчодан және Аружаннан және тағы да басқа адамдардан күмәнданғам.
мен яғни менің типімдағы адам емес, яғни басқаша бір адамдар шығар мүмкін деген сияқты ше. Одан кейін бертін келе түсіндім, мен өзімнің қате таңдау жасағанымды. Осында жүріп жүрген адамдармен, мысалы, оған дейін араласқан адамдармен қате таңдау жасағанымды, яғни мен алтын іздеп темірге жолығып, бірақ алтынның көз алдында жүргендерін байқамаппын. Айтқым келген осы, адамдар таңдаудан қателеспеңіздер ең бастысы. Танчо өте жақсы қыз. Пока. Okay, hello, my name is Ken. I'm from Thailand. ที่นี่ผมก็ทำงานเป็นบัสเซอร์ครับ แล้วก็เป็นงานที่ดี แล้วก็ที่ซูเวิร์ดเป็นเมืองเล็กๆที่อบอุ่นน่ารักผู้คนใจดีเจวันที่นี่ทุกคนนิสัยดีกันมากเลยครับ ชอบที่ทำงานก็โอเคครับขอบคุณครับ What did you see? I think just in Suwon is a small town. People here are so lovely, and all the J1s are amazing, and they're so kind. That's all. Thank you so much. Say пока. Пока. Guys, how are you? I'm from Bulgaria. I love Kazakh people. They're so workful, and I don't know what to say. I know. But she's cool girl. About the job, it's fun here. You should visit Alaska for sure, and maybe the J1 program also. It doesn't matter if it's gonna be in Alaska. The J1 program is very good. Thank you. Say пока. Huh? Пока. Пока. My name is Boris. I am from Bulgaria. I'm almost 30, and I've been living in Alaska for the past 6 years. I am this beautiful lady's boss, and we run a restaurant here. What else? Tancho has been amazing with me. She's the best and the best pizza maker. Actually, I haven't had bad experience with Kazakh students. They're all been good so far, especially the girls. I think the girls are more hardworking than the men, in my experience. Yes, but I read about because of Jane. I read about a lot for Kazakhstan, and it looks like a very beautiful country that I want to visit. I think I want to come to Almaty. Yes. Thank you so much. No worries. Пока. Bye bye. Bye bye. Say. Bye bye. Wow. Thank you. ASMR. ASMR. Вообще я хочу попробовать. Просто вкусно. Так, біз жұмысты бастаймыз. Кешенгі үйінің бірінші персетканы киеміз. Осылай қойып қояйын. Біз негізі зоналарды бөліп алғанбыз өзімізге. Сол зоналардың ішіндегі осы припуктардың зонасы мен жинаймын. Надеюсь, бұл видеолардың барлығы сақталып, мен бұларды ютубқа саламын деп сенемін. Күмәннан тұрған себебім памятім өте аз. 14-кі енді бұйырса промакс алғаннан кейін күшті етіп A3 саламын деп ойлаймын. Вот бірінші мен осы жерді феррисумен бірінші қырып жуып аламын. Осы жердің барлығын мен жинаймын. Видеоны қысқа қылсам ба деп отырмын, өйткені скучно болады, әйтпесе мен жұмысым никому не интересно. Вот. То есть мен қазір ұзақ процесс болып кетеді, осының барлығын осылай жуып, тазалап. Жалпы полный кухнядан кейінгі, кухня жабылғаннан кейінгі тазалықты біз жасаймыз. Привет! Менің атым Толқын. Жасым 19-да, 2006 жылғымын. Алматы қаласынан, университет Казгу. Мамандық? Химия және химиялық технологиялар. Не үшін келдің? Не үшін Аляска? Не үшін Сеур? Северное сияние көргім келді, по сути. Осының тыныш, андай кішкентай қала болғандықтан Сеур.
Мен бірақ таңдаған жоқпын, маған өздері осы бірінші болып келді. Шақырту ғой, иә. Шақырту осы жақтан келді, сосын қабылдай салдым. Неге Work and Travel'мен келгің келді? Ақшаны қайда жұмсайсың? Ойлаған ақшаңды таптың ба? Иә, таптым. И қайда жұмсап жатырсың оны? Заттар алуға. Өзінің хотелкаларын алуға ақшаларын жұмсап жатыр. Жаңағы ата-анасына сыйлық алып жатыр, өзіне, апасына, апасы деген сестрасы бізде. Солай. Бәріміз өзіміздің ойлаған ақшамызды таптық деп үміттенемін. Әлі де табамыз, әлі тауып жатырмыз. Бұйырса, мен ойлаймын, то, что Қазақстанда барғаннан кейін біз барлығымыз араласамыз деп ойлаймын. Қазір осы жаққа ұлдар келеді, ұлдардан да интервью алам. Және соңғы сөзің Work and Travel'ға келетін адамдарға және жұмыс туралы. Қиын емес. Жұмыс негізі қиын емес. Work and Travel күшті. Всем советую. Осы Work and Travel'ға салған ақшаны шығарып алуға болады. Одан да көбірек болып 3 есе шығарып алуға болады. Егер өзінде желание болса, жұмыс істеуге, ақша табуға желание болса, неге шығарып алуға болады. Келесі жылы келетіндерге, алдағы уақытта келетіндерге всем советую. Это того стоит. Хотя бы өмірінде бір рет көру керек. Тем более, кез келген адам бұлай Америкаға келе алады деп ойламаймын. Сондықтан, если қолынан келсе, если солай бұйырып тұрған болса, онда это того стоит. Бір но бар, бізде мысалы барлығымыз қарапайым семьядан шыққандармыз. Егер сен қарапайым семьядан шыққан болсаң, сен жұмыс не екенін білесің, жауапкершілікті ала аласың. Ал егер де сен Қазақстанда өзіңнің семьяңда дым істемеген болсаң, саған қиындау болады. Біздің өзімізге қиын, бірақ біз шыдадық. И ойлаймын, то, что келетін адам кішкене Қазақстанда дайындалып келу керек. Мысалы, мен Додо пиццада жасаған сияқты, Қазақстанда да общепиттер жасап көрсін, басқа даже пол жуатын жұмыстар бар, өте көп жұмыстар. И біз сол жұмыстарды, Қазақстандағы ең төмен деңгейдегі жұмыстарды біз Америкаға келіп жасаймыз. Өйткені J1 студенттер бірінші көп, және оларға ақша аз төленеді, сондықтан оларға өте тиімді. Сол барлығын келесіңдер деп ойлар, келе жатыр, ол интервью аламыз енді. Сәлеметсіз бе? Ассалаумалейкум, құрметті YouTube арнасының подписчиктері. Рахмет тыңдағандарына, рахмет, көп-көп, сау болыңдар. Үнді келінді? Баяшевтастан 21 жастамын, оңтүстік емес, Алматы қаласында туып өскенмін. Алматы қаласында туып өскем, көрмей қалмын ба? Сол өзім таныстырып өтсем, АОС-те оқимын, 2-ші курсты бітірдім, биылға Америкаға келіп, Таншалпамен танысқан жайымыз бар. Work and Travel туралы ойың және ақшаңды, ойлаған ақшаңды таптың ба? Work and Travel жайлы айтатын болсам, негізгі студенттерге ең жақсы мүмкіндік Американы көруге, саяхаттауға, ақша табуға, алғашқы капитал жасауға. Жалпы ақша жайлы айтатын болсам, негізі көп ақша пландамаған болатын. Американы қыдыруға және саяхаттауға келгенмін. Бірақ мына жерге келіп, Таншолпанның өмірге деген құлшынысын көріп, сонымен бізде тырысып жатырық. Білмеймін, ойдағыдай емес енді, бірақ шүкір деймін. В смысле ойдағыдай емес, неге? Мен ойлаған ақша шықпай жатыр, сол себепті Чикагода тағы 15 күн қалатын ойым бар. Жоқ, кетір. Ладно, басқа сұрақ қоям. Келетін адамдарға не советовать етесің? Келетін адамдарға Америкаға алдын ала бәрін жоспарлау керек. Маршрут, киім. Америкаға келетін студенттерге айтар кеңесім бірі, қай штатқа келеді, қай қалаға келеді, жұмысы қандай, сон бәрін алдын ала жоспарлау керек, киім жоспарлау керек. Аляска, Сибиртқа келетін болсаңдар, 2 аяқ киім, по возможности қалың киім алып келген жөн. Сол ақшаға қатты құнықпау керек, главный. Қиындықтарын жұмыстан айтып жұмыстың қиындығы негізі Америкаға келсем болды деген ойдан арылыңдар. По возможности дайындалып, дишвошер позициясын таңдамаған жөн.
Америкаға келгенде көп қиыншылықтар көрдік енді. Нью-Йоркта біраз, Анкориджге келіп. Сол Анкориджде Social Security картасын заявка беріп жатқан кезде Анкоридж Таңшолпанды кездестірдік. Жалпы бірінші ойым Таңшолпанды мен ойлап қалдым. Осы жақтың тұрғылықты жандай қазақ шығар деп ойлап қалдым ең алғашқы түрінен көргенде. Реально. Сонымен барып таныса келе студент екенін білдім. Бірге бір қалаға баратынымызды білдім. Солай Таңшолпан жайлы ойым жақсы. Ибалы, инабатты, көркем мінезді. Жалпы супер қыз. Спасибо. Енді пока деп айтып қоштас. Барлығына сәттілік тілеймін. Сендерге келуге бұйырсын. Америка көруге әрбір қазақ студенттерге әр қазағым жалғызым деп қосаң. Сол бәріне сәттілік, бәріне бұйырсын. Келіп, жұмыс істеп, ақшаларын тауып, саяхаттап қыдырпайтындар. Все, пока. Бұл кісі Кичиглинда жұмыс жасайды, бізбен бірге, то есть бізде общий знакомство осы жерде болды, бірақ до этого мені таниды екен. Себебі группаластарым арқылы. Группаластарым айтқан то, что Таңшолпан деген орамалда қыз бара деп, қазір өзі барғанын айтып берді. Менің атым Равшан, мен 3-ші курсты бітіріп, 4-ші курсқа өттім. Международный университет информационных технологий деген университетте, яғни өзіміздің МИТта оқимын. Танчоны қалай таныдым мен? Мен осы Аляска виза алған кезде бұның группаласы Арнат деген жігіт маған Инстаграм арқылы жазып жібереді, что оның группаласы аппрув алған, және сол городқа бара жатыр. И осы жерге келгенде ол маған айтады, оранған қыз деп. И мен осы жерге келген кезде оранған қыздардың бәрінен сұрап шықтым шығар. Бір-екеу бар еді, солардан сұрадым. Таңшолпан ба, Таңшолпан. Екінші реттен түстім. Бірінші рет басқа қыз жоқ, мен Таңшолпан емеспін деп айтты. Басқа? Универін айттың, мамандығын айттың. Оргентериалға мақсатың келген? Базовый мақсаттарды айтайын ба, интервьюға дайындалған. Жоқ, келген себебің Американы көру ма, ақша жинап, оны Қазақстанға апару ма? Менде, короче, базовый мақсаттар болады ғой. Ақша жинау, Американы көру, анау-мынау, оның бәрі бар. Одан бөлек келген мақсатым жоқ. Короче, базовый мақсаттар только лично андай вау дейтін бір мақсат болды. Просто бару керек болды, бар. Иә. Дәл солай менде де дәл солай. Оргентериал туралы ойың жалпы. Жақсы, жаман. Бұл work and travel адамға берілетін прям самый лучший шанс деп ойлаймын, особенно 18, 19, 20 жас аралығында біздің қазақстандықтар үшін. Өйткені бірінші очередь бұл шетел көру, особенно Американы көру, бұл мүлде басқа ойлау деп ойлаймын. Егер адам өзі жалғыз или досымен болсын мейлі, осы Америкаға өзінің қаласына жетіп келе алса, және осы жерде өзінің пысықтығымен жұмыс тауып, сол жұмыстағы адамдармен жақсы сөйлесіп кете алса, оған будущем басқа елдерге барып, басқа мемлекеттерде какой-то жұмыс тауып, сіңісіп кету бұл easy деп ойлаймын, вообще easy-peasy. Енді келетін адамдарға не айтар едің? Так, келетін адамдарға не айтам? Келетін адамдарға, конечно же, ожидание қоймаңдар, көп сұраңдар, көп информация білсеңдер өздеріңе жақсы. Барып келген адамдардан сұрай беріңдер. Самый лучший совет это. И еще өздерің ізденіңдер и всегда полагайтесь на себя, потому что көп адамдар байқағанмен көбінше бұл work and travelға достары арқылы, көп таныс арқылы келеді, и олар бәрі бір-біріне полагаться етіп, всегда какой-то минус шығады. Егер мен өздерің келіңдер деп айтатын едім, мысалы досыммен барсаң да басқа қалаларға баруды советовать ететін едім. Және қазақтарға сенбеңдер. Қалай? Қазақтарға сенбеңдер, то есть өздеріңе ғана сеніңдер. Есть такие люди, то что сен қазақ болса да алдайтын, немесе жаман ойлайтын. Менің ойымша өзіңе сену керексің и жақын деген адамдарға сену керексің. Я дұрыс айтады. Всегда полагайтесь на себя и біреуге қарап жүрмеңдер, біреуді күтіп жүрмеңдер. Всегда өздерің бірдеңе істеу керек па? Именно осы work and travelға особенно қатысы бар, егер келетін болсаңдар. Бірдеңе істеген келіп тұрма, бірдеңе істеу керек па? Ешкімді күтпе, өзің бар, өзің ізден, өзің тап деген совет. Таңшолпан дегенде какой-то бір қиын темаларға еркін сөйлесе алатын, және одан бір менен қарағанда, типа, менің ойым басқа болады, бұлдың ойы басқа болады, сол бір ерекше ойлар күтетін адам деп елестетемін бұл сұрақтарға. Все.
рахмет, пока дегенді. Пока. Бұл бізде Аружан, қазір өзінің барын тоқтай танысып кетеді. Жалпы Аружан туралы бірінші. Бұл менің подружкам. Осы жақтан, осы Organ Travel арқылы тапқан ең жақын адам деп айта аламын. Енді сұрақ, аты жөнің, қайда оқисың, жасы нешеде? Всем привет! Менің атым Аружан. Мен КБТУ-да 3-ші курс бітірдім, осы жылы 4-ші курс. Осы жылы аяқтаймын, құдай қаласа. Және де тағы не сұрадың? Жасым 21-ге толған 20-дамын. Неге мен бір жас қоса айтып жатырмын деуші. Мамандығым математика айтишник. Organ Travel туралы сұрақ. Organ Travel туралы, то есть Organ Travelға не үшін келдің, мақсатың не? Мақсатым машина алу, ол менің әкеме. Ол менің бала кезден арманым, және соны осы жылы орындағым келеді Алланың қалауымен. И алғым келеді машина Hyundai Palisade. Черный Hyundai Palisade. Black Edition жылы 2020 деп объем 8. Бензин, бүйір ғана енді, бірақ бүйір ғана. Organ Travelмен келетін адамдарға не айтар едің? Келетін адамдарға барынша ақшаны экономдауды ұсынар едім. Себебі біздің қасымызда жүрген, бізбен бірге жұмыс жасайтындар, және достарымыз бірнеше өте көп продуктыға ақша құртады, және де өте көп қыдырған кезде де экономдап қыдыруға болады, және экономичный жерлерге баруға болады. Жоқ, олай емес. Көп ақшаны сол қыдырулармен тамақтарға, в основном тамаққа құртады. Енді жұмыс тапқан кезде бірінші жұмыстары лучше таңғы уақытта болатын болса, жеңіл жұмыстар таңдаған дұрыс. Түстен кейінгі жұмыстарға, ресторандарда жұмыс жасауға кеңес беремін. Себебі ол жерде тамақ жасап өздерің сол жерде обед беріледі. Лучше сол кезде всегда қарындарын тоқ жүреді. И және де не айтсам болады. Сол еще типстарды, бұл личный келген ақша ғой, бұл біздің зарплатамыздан бөлек ақша ғой деп, оны жұмсап тастауға болмайды. Тиынға дейін, даже 1 центке дейін жинау керек. Келетін адамдарға, то есть келу керек емес, немесе стоит, но не стоит, қалай ойлайсың? Қалайсың, не келу керек? Organ Travelға стоит емес. Стоит. Если дұрыс штат таңдай білсеңдер, және де өздерінің белгілі бір мақсатпен келсеңдер, онда стоит. Мақсатсыз жай ғана әшейін просто келіп кету, это не вариант. Және де белгілі бір мақсат болу керек, оған қатысты сумма болу керек, сол сумманы таба алу керек. Ол әрине Алланың қалауымен, бірақ сол суммаға жету үшін әрекет жасасаң, Құдай өзі бір жағына береді. Және де тревелға өзіңе ең бірінші керек адамдарды, если сен тревел жасаған кезде, керек адамдарды өзіңе қатысты, өзіңе орта тапқан дұрыс, тезірек компашкамен, және де трипті солай жасаған дұрыс. Kitchen Clean'да біз 5 адам болып жұмыс жасаймыз. Осы көрген 5 адам, менімен қосқан кезде біз осы жақты күніге 7 күн, бір апта полный, әр апта сайын 7 күн жасаймыз, бір аптада, то есть 7 күн жасаймыз. То есть күнде біз осы жақта кухняның жабылғанын күтіп, және біз осы жаққа орга жасаймыз. Бұл Аржан менімен бірге кук позициясында екеуміз пицца, салат, десерт жасаймыз. Ең алғаш біз телефон арқылы танысқанбыз. Телефон арқылы маған группадан, не знаю, бір номер жазады. Мен бірінші келгенмін, ең бірінші брезинға келген студентпін, және де хаузингте, қыздардың хаузингінде, 20 адамға арналған хаузингте ең жалғыз болып бірінші 4-5 күн бойы бір өзім тұрғанмын. Это же самый страшный день. И сол кезде маған группадан жазады бір қыз, осындай мен келе жатыр, Нью-Йорктан бастап келе жатқанда, осылайша дальше не істедің деген сияқты, билетті қалай алдың, или чемодандарды қайда тастадың деген сияқты бір-екі сұрақтар қояды. И мен сразу оны сөйлегеннен түсіндім, батыс екен, то что точно батыстың қызы келе жатыр. И келіп біздің и ол келеді, отельде болады, Танчопан. Сол кезде уже мен айтам, зачем саған отель, лучше үйге келді, демалда, ертесі күн жұмысқа кетеміз бірге деп. И сонымен ол әкеп тастайды оны, сол жерден бастап танысамыз. И сол кезден бастап маған приятное ощущение қалдырған жалғыз адам десем болады. Осы жақтағы менің жалғыз подружкам. Давайте, всем пока!
негізі айтатыным өте көп, но бөлек бір айтамын бөлек біз асықпай бір видео арнауымыз керекпіз. Мне кажется, барлығына қызық и ойлаймын то, что біз тақырып бойынша бөліп, то есть Work and Travelға келгенмеске дейінгі заттарды айтсам болады. Мысалы, бөлек блок қалып ше. Менің ойымша бұл барлық G1 студенттеріне қызық, және де менің көрсетіп жатқан барлық жаңағы қызықты сәттер болсын, жұмыс барысы болсын, барлығы өте қызық деп ойлаймын. Сен комментарий қалдырасың и керек запросыңды сол жаққа қоясың, и мен сол туралы видео түсіремін обязательно. Все, всем пока!